Панасызға баспана республика күніне орай Талдықорғандағы әлеуметтік осал топқа жататын отбасыларға үйдің кілті табысталды. Баспаналы болған бақандай 60 жанұя, пәтерлердің бәрі толықтай әрлеуден өткен. Тұрғандар тіпті Ақтау Сырлауға басын қатырмай бірден көшіп кірулеріне болады. Үйді тұрғызған Евротранзит терминал компаниясы. Талдықорғандықтардың бүгін қуаныштарында шек жоқ, жұрттың көңіл күйлерін артық сөзсіз жүздерінен ақ байқауға болады. Өйткені әлеуметтік осал 60 отбасыға мына жап-жаңа тұрғын үй кешеніндегі пәтердің кілті табысталды. Баспаналы болғандардың ішінде 7 баласын жалғыз өсіріп отырған Гүлназ Ахметова да бар. Маған 3 пәтерлі үй беріп жатыр. 3 комнаталы үй беріп жатыр. Өте қуаныштымын. Осы балаларымды осы жерде өсіріп өндіріп, өзім жалғыз басты анамын. Үй кезегінде тұрғаныма 20 жыл болды. Болды, басқа ештеңе керек емес маған. Осы балаларым аман болсын. Айтулы мерекеде осындай тосын сый жасаған логистикалық компания үйді бастан аяқ толықтай соғып бітірген. Пәтердің іші де қажетті дүниелермен жабдықталған. Біздің компания Евротранзит терминал серіктестігі әрқашан әлеуметтік маңызды жобаларға қатысады. Бұл үйдің құрылысы Талдықорған әкімдігімен жасалған меморандум аясында орындалды. Үй толықтай салынып бітті. Ал сол мұқтаж отбасылардың тізімін Харекет қайырымдылық қоры ұсынған. Таңдаудың оңайға соқпағаны белгілі. Ең бірінші отбасыларының тұрмыстық жағдайына келеміз. Олардың енді бірінші қағида асыраушысынан айырылған. Одан өліп болып кеткен, сол жағына қатты қараймыз. Содан кейін бала үйдегі мүмкіндік шектеулі жандар бар ма? Сол жағын қараймыз. Одан кейін барып балалардың саны, көптік саны, көп балалы, жалғыз басты көп балалы болатын болса, бірінші тіркеледі. Баспаналардың сырты да іші де толықтай аяқталған. Тек мүлік құқығын тіркегеннен кейін отбасылардың бірден қоныстануына болады. Айда кеткен жөн 60 пәтер қайтарымсыз беріліп отыр. Нұртеу Жылқышыбай, Жетісу облысы, КТК.